Арнайы система құрастырылады. Өйткені ручной режиммен тексеру 5000 емес, бір тәуліктің ішінде 50 мыңға жуық запрос келеді. Соның 50 мыңын бір сағаттың ішінде немесе бір тәуліктің ішінде тексеру мемлекеттік қызметкер ма, қызметкер емес па, борышкер ма, немесе әскери қызметкер ма, ол мүмкін емес, әрине. Сондықтан біз қазір министрлік ретінде бір автоматтандырылған жүйені құрастыру жобасын жүзеге асырып жатырмыз. Бір 3-4 айдың ішінде сол жоба іске қосылады. Бірақ қазіргі уақытта әр субъект, ойын бизнес субъекті сол ручной режим арқылы тексеру керек. Яғни сол автоматты жүйе арқылы ол кісінің кім екені, мемлекеттік қызметкер ме, әскери қызметкер ме анықталады. Бір секундтың ішінде бір запроспен анықтауға болады. Солар автоматты түрде шектеледі.